Кәсіпкерліктің дамуы Қазақстанның ең дамыған елдердің қатарына қосылуына ықпал ететін басты факторлардың бірі. Бұл жөнінде Қазақстан 2050 стратегиясында нақты айтылған. Мемлекет шағын және орта бизнеске қолдау көрсету, сыртқы нарықтарға шығу жолдарын жеңілдету және шетелдік инвестицияларды тарту ісіне ерекше көңіл бөліп келеді. Кәсіпкерлікті дамыту үшін бұл саланың құқықтық және ұйымдастырушылық негіздеріне де ерекше мән берілген болатын. Осы мақсатта Қазақстан ұлттық кәсіпкерлер палатасы да құрылды. Осы атқарылған жұмыстардың бүгінде қайтарымы қандай деген сұраққа Дана Алданқызы жауап іздеп көрмек. Елбасы кәсіпкерлікті жан-жақты қолдау ұлттық экономикамыздың қозғаушы күші екенін Қазақстан 2050 стратегиясында атап өткен болатын. Себебі Қазақстанның әлемдегі дамыған 30 елдің қатарына қосылуы ең алдымен ел экономикасының қарқынды дамуына байланысты. Ал бұл ретте елдегі кәсіпкерлік саласының қосатын үлесі орасан. Қазіргі кезде орта және шағын бизнес түрі елімізде тамырын кеңге жаюда. С точки зрения того законодательства, которое есть в Казахстане, еліміздегі іске асып жатқан заңнамаға қарайтын болсақ, елде кәсіпкерлік саласына жасалып жатқан мүмкіншіліктер айтарлықтай зор. Орта және шағын бизнестерді қолдауда көптеген бағдарламалар қабылданып, олардың тиісті түрде жұмыс атқаруына көптеген жағдай жасалуда. Ондай бағдарламалардың саны 40-тан асады. Біз осылай ел экономикасының қарқынды дамуына да айтарлықтай жағдай жасаудамыз. Жүсіпов Мұрат инженер-электрик. Мамандығы бойынша жұмыс таппағаннан кейін Мұрат полиграфияға баспашы болып жұмысқа орналасады. Кейін осы сала бойынша 2005 жылы өз полиграфиясын ашады. 9 жылдан бері Мұраттың ісі өрге басып, жыл өткен сайын қарқынды түрде дамып келеді. Наше предприятие уже... Сол уақытқа қол астында істейтін жұмыскерлердің саны 5 адам ғана болатын. Ал 9 жылдың ішінде олардың саны 35 адамға жетті. Ал бұл жетістік елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың біз сияқты кәсіпкерлерге жалпы кәсіпкерлік саласына жасап жатқан қамқорлығы деп білемін. Елімізде ашылып жатқан әрбір кәсіптің мемлекеттік тексеруден өтетіндігі рас. Заңды түрде тексерулерден бөлек, жауапты органдардың заңды талаптардан аттап, заңсыз түрде әрекет етулері кімге болмасын жасырын емес. Мемлекет басшысы мұндай заңсыздықты болдырмау жөнінде қатаң ескертіп, нақты тапсырмалар берген болатын. Кәсіпкерлердің ұлттық палатасының мүшесі Азаматхан Әміртаевтың айтуынша, елбасының осы тапсырмасын орындауға күш салу керек. Бүгінгі біз түсінуіміз керек, кәсіпкерлікті дамытуымыз үшін, кәсіпкерліктің дамуына кедергі мәселелерді біз тоқтатуымыз керек, тосқауыл қоюымыз керек. Өйткені ол тосқауыл қойылмаса, ол кәсіпкерлік дамымайды. Және де айту керек, Генри Фордтың айтуынша, сол кісінің кітабында жазғандай, ол кісінің ойы, кәсіпкерлік дегеніміз кім негізі? Кәсіпкерлік дегеніміз, кәсіпкер адам, ол бірінші өзінің пайдасын ойлайтын адам емес. Ол өзінің бір қоғамын, өзінің бір қауымдастығын, өзінің бір елін ойлайтын азамат. Ең бірінші соны мақсат қоятын азамат. Ал пайда табу, өзінің ойын ойлау, ол екінші орында тұрады кәсіпкерлікте. Сондай біз кәсіпкерлерімізді біз дамытуымыз керек. Кәсіпкерлердің қызметіне заңсыз араласу фактілерінің жолын кесу мақсатында Қызылорда облыстық прокуратура мен өңірлік кәсіпкерлер палатасы мобильдік топтарды құрмақ. Қазіргі уақытта қос тарап бизнесті қорғау және қолдау үшін өзара ынтымақтастық жөніндегі меморандумға қол қойды. Меморандум аясында бизнеске бұрғау болар түйткілдерді шешудің 5 басымдығы белгіленді. Бірлесіп жұмыстар қажетті деп есептейміз. Өйткені жекелеген жағдайда кәсіпкерлер өзінің бұзылған құқықтарын прокуратура органдарына жеткізе бермейді. Сондықтан мынау кәсіпкер палатасы өзі ашылып, өздері кәсіпкерлердің палатасының өздері де кәсіпкерлердің құрамынан құралғандықтан өзара араларында оларды қатынастар ашық түрде жүреді. Олар өз кезегінде бізге сол ақпараттар беру арқылы біз ықпал жасаймыз. Қазіргі таңда елімізде 800 мыңнан астам кәсіпкерлер бар. Соның ішінде 25 мыңы орта бизнеспен айналысса, 700-ден астамы шағын кәсіппен шұғылданады. Ал елдегі әрбір кәсіптің ашылуы халық арасындағы жұмыссыздық деңгейінің азаюына ықпал болатын басты фактор екендігі айқын. Дана Алданқызы, Жасұлан Ынқужанов, 7 күн.